Olmay. Abdurrahman Aslıbek 1938 жылы 1 мамырда Жамбыл облысының Талас ауданында айтты. Мен оларға 2 балл беремін. Жақсы. Алдарында домбыра тұр, иә? Өз-өздерін бағалауға мен мынандай домбыра қойып қойдым. Өздерінде 2 баллмен бағалайсыңдар. Мен мектепке мұғалім болған. Аспирантура. Бата жасап бастырған партиялар ішінен Хаттырақ айтамыз. құлағын кесіп алып үйдегі жасы ең кіші балалардың біріне біз оларға 2 балдан береміз. Берейік па, дұрыс па? Жақсы. Бұл не туралы? Үлкендердің сәлемдесін. Сәлемдесін туралы. Даниял? Мен өзімді өзгеден санамын. Екінші топ балалары нақыл сөздермен толықтырып айтты, иә? Оларға мен 2 балл қоямын. жақсы қояйға өздеріне қоя қойдыңдар. Құдірет. Ірімшіктің соңғы 5 әріпін алып тастаңдар. Сөйлейді, шешіреді адам соқса. Тағы бір мінезі бар, таңғажайып. Еш уақытта сөйлемейді адам жоқта. Үшеуі бір біліп отырмыз ба? Ал бірінші Нұрислам көтер. Қалай ойлайсың? Домбыра. Бұның жауабы домбыра екен. Өйткені қараңдар, қос қазық, 2 желі 8 оқта дейді. Желі ол шектері, құлағы және пері. Бүгінгі тақырыбымызды ашу үшін кім туралы болмақ? Оны білу үшін қазір бейне жазбаны тамашалайық. Екі өңірші шамысында саяхатқа шығды. Сол арада әлдеқайда еркектен жиыла бастады. Көптеген ғалымдар шәмсәділерге Кім болған екен тағы? Жазушы. Тағы? Ақын. Жоқ. Философ. Философ болған. Философ алтындай. Жоқ, бір-бір сөйлеміз. Дана келесің. Отыр. Аузыра ұйықтап қалыпты. Фараби бұл күйлерді қатқан құпсақ әл. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп мәз-мейрам болады. Енді бір күйін жұрттың бәрі күліп. Ол өзі жасап алған домбырасымен күй тартса, жұрттың бәрі күліп мәз-мейрам болады. Жақсы. Өзі жасаған домбырамен екен. Әмірші оны не үшін іздеді? Ойламыңдар. Деп те ойлайсыңдар әмірші. Қорқпай айтыңдар. Не үшін іздеді жаңа? Мына жерде сөз жұмбақтар шешеміз, кім жылдар? Егер осы суреттегі адамдардың көңіл күйі қандай екенін айтасыңдар. Келесі. Естіп отырмады. Күліп отыр екен, не көрсет? Көңілдері көтеріңкі күліп отыр екен. Шындандар балалар, музыка, Нұрислам, адамның жанын тыныштандырып, оны жаңа биіктерге жеткізе алады екен. Міне құдірет осында, иә? Үшінші. Музыка адамның сезімдерін, ойларын, армандарына жеткізеді. Иә, армандарына да жеткізеді екен. Жақсы жарайсың. Енді кім? Ықылас деген күйші бар. Б. Барабан. Барабан. М дегенге? Табады. Және? Табады, жазады. Мен оларға... Жарайсыңдар. Енді әрқайсына тоқталайық. Қандай ғалымдарда оның жетістіктері болды, Нұрислам? Айта ғой. Жаңа біз сендермен құрастырдық қой, ықылас құрып. Ал қазір
Мақұл, түсінбедім болсын. Жақсы болғанда отыра береміз. Әмина. Сұрағың бар.